Балалардың ағзасындағы витаминдер ол бізге не үшін қажет? Бірінші кезекте бала ағзасындағы витамин, минерал барлығы ағзаның бүтіндігін, иммундық жүйенің дұрыс жұмыс жасауын және де ағзадағы зат алмасу процестерін қалыптастыруға үлкен септігін тигізеді. Сіздің де балаңыздың ағзасында қай витамин жетіспейді, ол қайсы анализдерге тапсырамыз деген сияқты сұрақтарды бір рет болсын өміріңізде сізде ойланған боларсыздар. Осы сұрақтың барлығының жауабын мен бүгінгі видеороликте сізге толығымен айтып беретін боламын. Бала ағзасындағы ең кеңінен таралған және орны ерекше витаминдердің бірі ол D3 витамині. Яғни оның ағзадағы қызметі қандай? Осыған тоқталайық. D3 витамині бізде күн сәулесінен түзіледі, зат алмасу процесіне және ағзадағы кальцийдің сіңірілуіне тікелей жауапты. Егер сіздің балаңызда D3 витамині жеткіліксіз болатын болса, ол сүйектердің сынғыштығына, кальцийдің деңгейінің төмендігіне, тіпті ұршықтың дұрыс дамымауына, немесе кейбір балаларда біз анықтап жататын родничок, яғни үлкен еңбектің уақытылы жабылмауына да алып келіп жатады. Енді D3 витаминін біз күн сәулесінен бөлек май негізінде және су негізінде түзілетін аптекаларда да сатылады бізде, немесе биологиялық белсенді заттар ретінде D3 витаминіне бай препараттарды қолдансаңыздар болады. Мен бірнеше препараттарды сіздерге атап өте аламын бұл тарапта. Бірінші кезекте бізде Сандерол. Сандерол препараты құрамында D3 дәрумені бар. Бұны бір ай көлемінде сіздер беруіңіз қажет болады. Ал басқа препараттардан ұсынатын болсақ, мен сіздерге аптекалық D3 Max, Aqua D3 препараттарын қосымша балаңызға қолдануыңызға болады. Бірақ бұл жерде айта кететін жағдай бар. Сіз D3 витаминін балаға берместен алдын, оның деңгейін міндетті түрде анықтап алуыңыз қажет. Себебі сіздің балаңыздың ағзасында D3-дің мөлшері көп болатын болса, ол да біршама баланың асқынуларына алып келеді. Ал D3-дің жеткіліксіздігі ол иммундық жүйенің жұмысына тікелей әсер етеді. Сол себепті өз балаңыздың ағзасындағы D3-ді әрдайым жылына 2 рет, әр 6 ай сайын тапсырып отыру, ол педиатр ретінде менің сізге ұсынатын ұсынысым. Келесі витамин топтарына тоқталатын болсақ, витамин группы В. Яғни бізде орталық жүйке жүйесінің жұмысына, мидағы аксондар арқылы сигналдың жақсы өтуіне, баланың орталық жүйке жүйесі, ойлау қабілеті, есте сақтау қабілеті барлығы толық дамуын қамтамасыз ететін витамин тобы ол В витаминдері. В витаминдерін сіз беру арқылы балаңыздың ағзасындағы зат алмасудан бөлек, сіз бұл жерде ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін және орталық жүйке жүйесінің жұмысын толығымен қалпына келтіре аласыз. Егер балаңызда жоғарыда аталған нәрселердің қандайда бір шағым болып жүрсе, міндетті түрде витамин В-ға сіз тапсырып қоюыңыз керек. Егер витамин В жеткіліксіз болатын болса, сіздің балаңызда орталық жүйке жүйесіне байланысты бірнеше проблемалар туындауы мүмкін. Және баланың ағзасында ерекше орын алатын ол витамин С. Бұл бізде ағзада бірінші қызметі бұл бұлшықеттердің тұтастығына тікелей жауабын береді. Яғни D3 жетпейтін болса, сіздің балаңызда бұлшықеттердің тонус әлсіздігі орын алуы мүмкін. Бұл витаминге де сіз назар аударып қойғаныңыз дұрыс. Келесі кезекте ағзаның толығымен қалыптасуына бізде железа. Железа бұл бізде оттегіні тасымалдайтын, ағзаны толығымен оттегімен қамтамасыз етіп тұратын компоненттердің бірі болып табылады. Қазіргі уақытта көптеген баланың ағзасында именно осы железа бірдің жеткіліксіздігіне байланысты түрлі проблемаларға ұшырап жатыр. Ол бізде железа дефицитіне анемиядан бастап, бала ағзасына өмірге қабілеттілігін төмендету, баланың ағзасына түрлі асқынулар секілді. Сіз бұл анализді кез келген жеке лабораторияға железа, ферритин тапсыру арқылы анықтасаңыз болады. Ферритин бізде білесіздер железаның қоры. Яғни ағзада сізде железа төмен болатын болса, ол кезде төмен железаны толықтыру үшін ағзада жинақталған ферритин ыдырау арқылы эквивалентті железаға алмасады. Бұл себепті сіздің ағзаңыздағы дефицитті толықтырып отырады. Ал если сізде ферритин де төмен болатын болса, получается сіздің балаңыз қажетті норманы, қажетті өзіне сай критерийлерді толығымен сақтай алмайды. Сол себепті сіз міндетті түрде железаны тапсырып қойыңыз. Құрметті аналар, бұл менің тарапымнан сіздерге ұсынатын негізгі тапсыру керек витамин топтары. Витамин С, витамин В группасы, бізде жаңа железа, ферритинді айттық, D3-ді айттық. Яғни осы витамин тобы бізде баланың ағзасына тікелей әсерін тигізеді. Бұлардың төмен болуы сіздің балаңызда түрлі проблемаларды, иммундық жүйенің төмендеуін, жиі ауырып қалуды сіздің балаңызға алып келуі мүмкін. Сол себепті сізде егер жаны ашитын балаңызға
жаныңызды ашқан ана болсаңыз, осы витаминдерді жылына 2 рет әр 6 ай сайын балаңызда қандай симптоматика болсын, болмасын, бала ауырсын, ауырмасын, осы витаминдерді жылына 2 рет тапсырып, оның орнын сіз толықтырып отыруыңыз қажет. Витаминге байланысты сұрақ болса, немесе олардың толықтыру, қай препараттарды ұнасыз деген егер сізде ой болатын болса, мен төменде описанияда номерім қалдырып кетем, сол номерге хабарласу арқылы сіз консультацияға жазыла аласыз. Мен дәрігер Абылай Қалдарбек, педиатр инфекционист, сізге барынша көмек көрсетіп, осы витаминдеріңізді толықтырып, баладағы зат алмасу процесін қалпына келтіріп, баланың иммундық жүйесін көтеруге сізге септігін тигізетін боламын. Ойыңызды, бар өзіңіздің пікіріңізді төменде қалдыра кетіңіз, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.